Маргарет Тэтчер 1979 жылдан 1990 жылға дейін Біріккен Корольдіктің премьер-министр қызметін атқарды. Ол Ұлыбританияның ең жоғарғы саяси кеңсесінде қызмет еткен алғашқы әйел. Премьер-министр кезіндегі ол белсенді консерватор болды. Ол сонымен бірге Кеңес одағына және коммунизмге қарсы суық соғыста демократияның маңызды көшбасшысы болды. Маргарет Тэтчер 1925 жылдың 13 қазанында Англиядағы Грантемде дүниеге келген. Оның әкесі жергілікті дүкенші болған. Оның Марел есімді қарындасы болды, ал отбасы әкесінің азық-түлік дүкенімен күн көрген. Ол Денис Тэтчерге 1951 жылы үйленді. Денис екеуінің Марк және Карл атты егіз балалары болды. Маргарет саяси білімді Грантхэм мері болған ағасы Альфредтен үйренді. Маргарет Оксфорд университетінде химик мамандығы бойынша білім алған. Оксфордқа барғанда Маргарет саясатқа деген қызығушылығы артты. Ол үкіметтің бизнеске араласпауын қалады. Ол Оксфорд университетінің консерваторлар қауымдастығының президенті болды. 1947 жылы ол бітіргеннен кейін химик болып сонда жұмысқа орналасты. Бірнеше жылдардан кейін Маргарет алғаш рет өзінің кандидатурасын Дартфордтағы сайлауға ұсынды. Ол консервативті ұстанымда болғандықтан 2 рет жеңіліп, оның жеңіске жету мүмкіндігі болмады. Бірақ бұл ол үшін жақсы тәжірибе болды. Содан кейін ол оқу орнына қайта оралып, заңгер дәрежесін алды. 1959 жылы Маргарет Тэтчер өзінің позициясын қолдайтын оппозициялық партияның құрамына қосылып, ол сол жерде 30 жыл бойы көптеген қызметтерді атқарады. 1970 жылы Маргарет Тэтчер сол партияның хатшы қызметіне тағайындалады. Ол партияда өзінің консервативті позициясын бірнеше жылдар бойы насихаттап, өз беделін арттырады. 1975 жылы партия көпшілік алдында беделі күрт төмендейді. Маргарет Тэтчер осы кезде партияны басқаруды өз қолына алады. Бұл Ұлыбритания тарихындағы оппозициялық басшы болған алғашқы әйел болды. Маргарет Тэтчер 1979 жылы 4 мамырда Ұлыбританияның премьер-министрі болып тағайындалады. Ол Ұлыбританияда 10 жылдан астам уақыт бойы жоғары лауазымды атқарады. Міне, осы уақыт ішінде ең маңызды оқиғалар болады. Маргарет Тэтчер кезеңіндегі ең маңызды оқиғалардың бірі Фолкленд соғысы болды. 1982 жылдың сәуірдің 2 күні Аргентина британдық Фолкленд аралын басып алады. Тэтчер тез арада сол аралды қайтаруға Англия әскерін жібереді. Бұл қаншалықты қиын болса да, британдық қарулы күштер Фолклендті бірнеше айдың ішінде кері қайтарып алады. Және 1982 жылдың 14 маусымында арал толықтай британдық бақылауға өтеді. Маргарет Тэтчер батыс елдері мен КСРО арасындағы салқын соғыста маңызды рөл атқарды. Ол өзіне одақтас болатын ақш президенті Рональд Рейганмен бірігіп Кеңес одағының коммунистік жүйесіне қарсы күресті. Ол коммунизмге қарсы өте қатал бағыт ұстанды. Ол коммунизмге қатты қарсылық білдіргендіктен Кеңес капитаны Юрий Гавриловтан Темір ханым деген лақап алды. Бірақ сонымен бірге экономикалық қарым-қатынастардың жеңілдеуін қолдады. Михаил Горбачев басшылығы кезінде батыс елдері мен КСРО арасындағы салқын соғыс КСРОның экономикалық кризиске ұшырауының арқасында тиімді түрде аяқталды. Маргарет Тэтчер үкіметтің кейбір салаларын, мысалы коммуналдық қызметтерді жеке меншікке көшіру экономикаға көмектеседі деп есептеді. Жалпы алғанда бұл уақыт өте келе бағалардың төмендеуіне көмектесті. Маргарет Тэтчер мерзімінің басында бірқатар өзгерістерді жүзеге асырды. Оның ішінде жекешелендіру, одақтық реформа, аз пайыздық мөлшермелер, салықтардағы өзгерістер. Басында жағдай жақсы болмады, бірақ бірнеше жылдардан кейін экономика жақсара бастады. 1984 жылы 12 қазанда Маргарет Тэтчер тұрған Брайтондағы қонақ үйде бомба жарылды. Бұл оның қонақ бөлмесін бүлдіргенмен Маргарет Тэтчер аман қалды. Кейін бұны Ирландия армиясының істеген қастандық әрекеті екені анықталған. 1990 жылы 28 қарашада Маргарет Тэтчер өз қарсыластарының қысымымен премьер-министр қызметінен кетті.
Маргарет Тэтчер парламент депутаты болып қызметін әрі қарай жалғастырады. Ол саясатта белсенді болды. Бірнеше кітап жазды және көптеген саяси өзгерістерге ықпал етті. 1992 жылы зейнетке шыққаннан кейін саясат сахнасынан толықтай кетті. 2003 жылы оның күйеуі Денис қайтыс болып, ол бірнеше рет инсульт алған. Маргарет 10 жылдан кейін, яғни 2013 жылдың 8 сәуірінде Лондон қаласында қайтыс болды. Достар, егер менің осы видеом ұнаған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сержан ТВ арнасы.